Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен чизкейк даярлайтын боламыз. Дәмі өте нәзік, сондай дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге даярлаңыздар. Менің каналымдағы басқа да керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Чизкейк үшін бізге 180 грамм печенье, 60 грамм сары май, 150 грамм творожный сыр, 180 грамм қант, 4 дана жұмыртқа, 130 грамм сливки, 1 ас қасық кукурузный крахмал қажет. Алдымен печеньені оқтаумен немесе блендермен әбден үгітіп аламыз. Үгітілген печеньеге сары майдың барлығын құямыз. Егер печеньеңіз құрақ болған жағдайда аздап сливки немесе сүт қоссаңыз болады. Осыны жақсылап араластырып, біркелкі массаға айналдырамыз. Чизкейктің астыңғы бөлігі бізде үгітілмелі болып шығады. Яғни қолымызбен біріктірген уақытта ол бірігеді, бірақ тез үгітіледі. 18 немесе 20 сантиметрлі форманы фольгамен орап, оның астына осы чизкейкіміздің негізгі бөлігін орналастырамыз. Оны қасықпен басамыз. Содан соң қақпақты немесе стаканды пайдалана отырып, астының барлығын нығыздап шығамыз. Мен чизкейктің негізгі бөлігін тек астына ғана орналастырдым. Егер айналасына, жан-жағына бортик жасағыңыз келсе, онда печеньенің көлемін 2 есе қылып аласыз. Чизкейктің астыңғы бөлігін болдық. Енді негізгі бөлігін жасайтын боламыз. Ол үшін творожный сырға алдымен қантты қосып аламыз. Содан соң миксердің ирелеңдеген басымен осы қант пен творожный сырды араластырамыз. Егер миксердің венчик басын қолданатын болсаңыз, творожный сырдың арасында көп ауа қалып қалуы мүмкін. Сол үшін піскен уақытта ол жарылады. Немесе творожный сырдың арасына көп ауа қалғандықтан чизкейк піскеннен соң басылып қалуы мүмкін. Сол үшін осы ирелеңдеген басты қолданамыз. Келесі кезекте жұмыртқаларды біртіндеп отырып қосамыз, яғни бір жұмыртқаны қосамыз, содан соң миксермен жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Бұл жерде өте көп араластырудың қажеті жоқ. Ең бастысы осы жұмыртқа творожный сырмен жақсылап араласуы қажет. Жұмыртқа мен творожный сырды негізінде лопаткамен араластырсаңыздар да болады. Жұмыртқаны салып, біртіндеп отырып лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін творожный сырды араластырамыз. Соң екінші жұмыртқаны қосамыз. Осылайша барлық жұмыртқаларды қосып, миксермен немесе лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін барлығын араластырып аламыз. Келесі кезекте сливкиге 1 ас қасық кукурузный крахмалды қосып, оны венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан соң осыны сливкимізді ақырындап отырып құйып, осы творожный сырымызды араластырамыз. Сливкиді творожный сырға ақырындап отырып қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болуы керек. Дайын болған массамызды осы формамыздың ішіне құйып, бетін тегістеп шығамыз. Дайын болған чизкейкті 150 градуста қызып тұрған пеште 1,5 сағат пісіреміз. Конвекция режимін қолданбаймыз. Негізінен чизкейк ылғалды ортада пісу керек. Сол үшін біз бір противенге су құйып, оны пештің астыңғы жағына орналастырамыз. Немесе чизкейк формасын бірнеше рет фольгамен су кірмейтіндей етіп орап, оны бір шұңғыл ыдысқа орналастырып, сол ыдысқа форманың ортасына келетіндей етіп, ыстық кипяток құямыз. Мен бірінші вариантты қолдандым, яғни бір противенге су құйып, оны газдың астыңғы бөлігіне орналастырдым.
Чизкейк пісіп болғаннан кейін оны духовкадан бірден шығармаймыз. Духовканың есігін аздап ашып қойып, аздап духовкада суытамыз. Чизкейкті дастарханға осылайша бірден ұсынсаңыз болады, немесе холодильникте бір түн ұстап ертеңіне ұсынсаңыз болады. Осымен біздің өте дәмді чизкейкіміз дайын. Міндетті түрде даярлап көріңіздер. Менің каналымда ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.